баланың Қазақстан туралы әңгімесі. Балалар, сендер балабақшадан келдіңдер ме? Иә. Ендеше, қазір шуылдамай менімен еріп отырасыңдар. Мен сендерге мұражайдың бірінші бөлігін көрсетіп, таныстырып шығамын. Келістік пе? Иә, келістік. Мынау біздің мемлекетіміздің аумағы. Біз қазір осы жерде тұрмыз. Қане балақай, не сұрайын деп едің? Сонда біздің аталарымыз да осы жерде тұрды ма? Иә, балақай. Біздің ата-бабаларымыз да осы жерді мекендеген. Балалар, сендер батырлар туралы білесіңдер ме? Иә, мультфильмнен көргенбіз. Мультфильмнен көрдік. Ендеше, сол батырлардың киген киімін көретін боласыңдар. Менімен бірге жүріңдер. Балалар, бұл біздің ата-бабаларымыз киген сауыттар. Бұл арнайы қорғану үшін темірден жасалған. Ата-бабаларымыз оны киіп не істеген? Бұны жауынгер, батыр ата-бабаларымыз киіп, біздің елді қорғаған. Соның арқасында біз тәуелсіз Қазақстан мемлекеті болып отырмыз. Менің де атам батыр болған. Маған әкем айтты. Жарайсың, сен де өскенде батыр боласың. Достар, бүгін біздің үйренетін жаңа сөздерімізге назар аударыңдар. Және ұмытпай жаттап алатын болайық. Ендеше біз жаңа сөздерімізді бастайық. Балалар, бізбен бірге қайталап отырыңдар. Жандос, сенің туған елің қай ел? Қазақстан. Казахстан. Аумақ. Территория. Мәңгілік. Вечный. Ел. Страна. Мақтан тұту. Гордиться. Кең байтақ. Бескрайний. Аймақ. Край. Туған ел. Родная страна. Ата-баба. Предки. Мекен. Место жительства. Ұрпақ. Потомки. Бостандық. Свобода. Шекара. Граница. Жауынгер. Воин. Қорғап қалу. Защитить. Менің туған елім Қазақстан. Моя родная страна Казахстан. Казахстан мәңгілік ел. Казахстан вечная страна. Казахстан кең байтақ аймақ. Казахстан бескрайний край. Менің отаным Казахстан деп аталады. Моя страна называется Казахстан. Казахстан бостандық пен бақыт мекені. Казахстан обитель свободы и счастья. Біз бақытты ұрпақпыз. Мы счастливое поколение. Менің мекенім Казахстан елі. Мое место жительства Казахстан. Мен Казахстанды мақтан тұтам. Я горжусь Казахстаном. Казахтар жауынгер халық. Казахи воинственный народ. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін мен сендерге Мұхтар Омарханұлы Әуезов аталарың туралы айтып беремін. Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазақтың ұлы жазушысы, қоғам қайраткері, ғұлама ғалым. Туған жері бұрынғы Семей уезінің Шыңғыс болысы. Әкесі Омархан мен атасы Әуез сауатты кісілер болған. Соның арқасында ол 6 жасынан Абайдың өлеңдерін ауылдастарына жатқа оқып беретіндей дәрежеге жетеді. Әуезовтың мұрасының аса қомақты бөлігі оның ғылыми зерттеулері. Ол қазақ ауыз әдебиетін жинақтап, жүйелеп, қазақ әдебиеті тарихи, Абайдың өмірі мен шығармашылығы жөнінде іргелі еңбектер жазды. Қоғам және мемлекет қайраткері ретінде Әуезов 20-дан астам шет елдерде болып,
адамзат қоғамының дамуы үшін өз көзқарасын білдірді. Әлем халықтары оның Абай жолы роман эпопеясын айрықша құбылыс ретінде таныды.